Bir күні сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды: "О Алланың елшісі, адамдар қалай адасады?" дейді. Алла тағала әрбір қауымға пайғамбар жіберді. Сол пайғамбарлар арқылы өзінің дінін үйретті, адамдарға тура жолды нұсқады, көрсетті. Бірақ соған қарамастан адам баласы осы күнге дейін адасушылықта, адасып келе жатыр. Неге адам баласы соншалықты адаса береді? Алладан кітап түссе, Алладан пайғамбар жіберілсе, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар келіп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Неге адасады? Естерінде болсын" дейді. Өйткені әрбір адамның бойында оны азғырушы, оны жолдан тайдырушы бір шайтаны бар дейді.